Декреттегі аналар, үйде отырған қыз-келіншектер немен айналыссам болады деген сұрақ мазаласа, менің келесі шәкіртім сіздерге үлгі болады деген ойдамын. Өйткені Алтын ханым 5 баланың анасы. Небәрі 4 айлық баласымен маған коучинг сабағыма келіп, бір айдың ішінде өзінің психологиялық орталығын ашты. Алтын кеңес деп аталатын психологиялық орталығына бүгін біз шолу жасаймыз және Алтын ханымның пікірін тыңдаймыз. Кеттік. Мінекей, бүгін біз Алтын кеңес орталығына келіп отырмыз. Оқушым Алтын ханым және оның командасын көріп қатты қуанып отырмын. Қазір сұхбатты бастамас бұрын таныса кетейік, иә? Алтын ханым, өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Мен Алтын Сәкенқызы, педагогика психология ғылымдарының магистрымын. Қазіргі таңда осы Алтын кеңес психологиялық орталығын ашып отырған, осының негізін қалаушымын. Қазір осы жерде офлайн адамдарды, жаңағы психологиялық көмекке мұқтаж адамдарды қабылдап, өзіміздің қызметімізді көрсетіп жатырмыз. СМ маманымын. Біздің жұмыс негізі қарқынды дамып келе жатыр. Алтын ханымның арқасында осындай центрді ашып, көптеген әйел адамдарға көмектесіп жатқанымызға өте қуаныштымын. Осы жақында бізде қызу фотосессия болды. Ол бизнесімізге, осы орталыққа, контент планға кәдімгідей үлесін қосады деген нық сенімдеміз. Менің есімім Ерберт болады, мобил округ. Осы Алтын ханымның кеңсесімен осы бірге байланыстырып, видео түсіріп жатырмыз қазіргі уақытта. Өз үлесімізді қосып, жақсы деңгейге алып шығамыз деген бізде сенімдеміз. Орталықтың видеолары сіздің қолыңыздан шығып жатыр, қазір. Тағы басқа Командада менің өзімді қосқанда 5 мықты жоғары білімді психолог мамандар бар. 10 жылдан 15 жылдан стаждары бар. Мен жаңағы бұл орталыққа келген адамдар сөзсіз өзінің проблемасын, өзінің сұрағының жауабын алып кету керек деп, біраз мамандардың арасынан іріктеп, сондай мықты мамандарды ұстап отырмын. Бізге келген адамдардың, қазірге дейін келген адамдардың барлығы рахметін айтып, риза болып кетіп жатыр. Алды бір 3-4 рет келіп үлгерді. Сеанстар алып үлгеріп жатыр. Өте жақсы. Осыдан 6 ай бұрын біз осы орталықты ашатын кезде мына кабинетте, офиста түк жоқ болатын. Еш нәрсе жоқ, тіпті ішінде бұндай ремонт та болмаған. Ал бүгін міне мен оқушымның кеңсесіне келіп, шайымды ішіп, командасымен танысып, Алтын ханымның жұмыстарын біліп жатқаным мен үшін бір ерекше мақтаныш, қуаныш болып отыр. Қазір кеңірек сіздің жұмысыңыздың процесін талқылайық. Біз Алтын ханымның А нүктесінен бастап Б нүктесіне дейінгі аралықтағы жетістігін, жүріп өткен жолын, барлық стратегиясын талқылайық деп отырмыз. Бұл бизнес, яғни Алтын кеңес орталығы 0-ден басталды. Қаңқасы да болмаған, иә? Осы жайлы айтайықшы, Алтын ханым. Жалпы бұл идеяны бастағанымыз, осы нишаны қолға алғанымыз дұрыс болып па? Енді өзіңіз 6 айдай уақыт болды ғой жұмыс жасап жатқаныңызға? Иә, 6 ай болғанда енді бір 4 ай нақты жұмыс жасадық. 2 ай дайындық жұмыстары кетті. Өте жақсы, өйткені барлық адамға психология керек екен. Бірақ та енді халық оянып, өздеріне керек дүниені іздеп, өздері келіп жатыр. Қазіргі адамдарға өте керек сала. Әсіресе осы қазақ қоғамына біздің қосатын үлесіміз әлі алда өте үлкен. Сеніміміз бар, арғай да үлкен жұмыстар жасайтынымызға. Көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейікші, А нүктеңізді сіз қалай бастадыңыз? А нүкте менде тек қана идея болды, осындай бір орталығым болса екен, мен адамдарға көмектессем екен деген. Сөйтіп мен сізге барғаннан кейін сіздің жаңағыдай жасаған маған пландарыңыздың арқасында тез жаңағыдай әрекет жасау керек тек қана. Сол әрекеттің арқасында өстіп қазіргі деңгейге дейін келдік. Орталықтың иесі атанып отырсыз, иә? Алтын ханым келген кезде аяғы ауыр болатын. Одан кейін босана салып, кішкентайы 4 айлық болған кезде декретте отырып, өзі 5 баланың анасы, Аллаға шүкір, иә? Соның өзінде ешқандай сылтауға, кедергіге жол бермей, осы бизнесін дөңгелетіп отыр. Өте қуанам, мен де осы жұмысты бастап, әйтеуір бірден әрекетке көшкенімізге. Енді қазіргі Б нүктеңізді айта кетіңізші. Бұл нүкте менде қазір өте мықты психолог мамандарым бар. Өзімді қосқанда 5 өз істерінің маманы, кәдімгі жоғары білімді дипломдары бар мамандар. Балалар психологы, иә? Балалардың психологы бар, жаңағыдай қарым-қатынасы, ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасын, отбасылық қарым-қатынас, мысалы, ене мен келін,
сол тақырыптарды зерттеп жүрген мамандар да бар. Түрлі жаңағы жасөспірім балаларды әсіресе жасөспірім балалар бізде қазір өте қиын. Өздері жаңағыдай отбасымен тіл табыса алмайды. Сондай үлкен проблемаларды шештік. Біздің мамандарымыз нақты жаңағыдай тек қана материалдық жағдайларды үгіттеу емес, жаңағыдай ақша табу, Дубайға бару деген сияқты емес, адамдарға рухани құндылықты жеткізеді. Сонысымен де біз өте қазір сұранысқа ие және де адамдардың алғысына ие болып отырмыз. Бірінші орын БНУК-теңізде қазір 5 мықты маман бар, жұмыс жасайтын. Одан бөлек жаңа командаңызбен таныстық. Командамда тағы да 5 адам бар. Командадағы қыздар да өте мықты. Біздің қазір бәріміздің мақсатымыз бір, осы орталықты ары қарай да үлкен дәрежеге көтеру. Сол үшін күндіз түні жұмыс жасап жатыр менің қыздарым. Және осындай мүлде бұрын соңды болмаған әдемі орталық бар. Бұл жерде шынымен барлық жағдайды жасап қойған, мұнда терапия өткізіледі, арғы жақта өздеріңіз қабылдайсыздар, және арт-терапия бар балаларға. Арт-терапия бар. Сурет салады, сол арқылы терапия жасап, портреттік психологияға. 15 жылдық тәжірибесі бар маман менде қазір балалармен өте мықты жұмыс жасап жатыр. Балалардың қазір біз білмейтін проблемалары өте көп. Біз соның бәрін шешуге көмектесіп жатырмыз. Енді сізге мынандай сұрақ қоя кетейінші. Менің коучингімді алатын кезде бір сенімсіздік, сондай нәрсе болды ма? Қорқыныш деген сияқты. Болды әрине. Ары қарай мен не жасай аламын? Мынандай тура осындай БНУК-ге жетем деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді менде үлкен 10 жылдық мақсатым болды. Осы бір ойымда жүрген жұмысым болды. Бірақ сізге келгенде сенімсіздеу болдым, ары қарай не болар екен? Бір нәрсе жасай аламыз ба? Тағы да тоқтап қалмайды ма деген сияқты. Бірақ енді сіздің қамшылауыңыздың жаңағы күнде жоспарлап, жобалап, тура осы орталықты ашуға үлкен септігіңіздің арқасында бүгін осындай кәдімгі мамандарым да өте мықты, жаңа командам да өте мықты, осының бәрі үлкен жетістік деп ойлаймын. Осының бәрі енді сіздің арқаңыз. Шынымен де андай адам, менде де идея болды, менің мақсатым болды, менде ақша да болды мысалға. Жасап кетем деген деу өте қиын. Сіздің көмегіңіздің арқасында мен тез жеттім. Егер өзім солай жүрген болсам, мүмкін әлі де бір ойланып жаңағыдай жүретін бедім. Адам жаңағыдай өзінің ұстазын тапқан кезде онда тез болады, тез жетем деген жеріңізге. Кәсіпте ұстаз керек пе екен? Кәсіпте әрине ұстаз керек. Адам өзі жете алатын болса, барлық адам сондай өзінің мақсатына, несіне тез жететін еді. Бірақ та адамға жол көрсететін, сол жолды басып өткен ұстаздың болуы ол өте маңызды. Ал сол менің коучингіма төлеген ақшаңыз ақталды ма? Өкінбейсіз ба? Жоқ, еш өкінбеймін. Мен қазіргі осы адамдарға пайдалы болып, адамдар үшін жұмыс жасап жатқаным, ол мен үшін ақшадан да маңызды. Бірақ және арман орындалды, өзімнің ісімді таптым. Мен негізінде сізге барған кезде, білесіз ба, мен өзім таппай жатырмын. Мен 5 балам болса да, қаншама мен күйеуім ақша тауып, бизнесмен өзі мені асырап отырса да, маған бір нәрсе жетпейді деп барғанмын. Қазір мен өзім тапқаннан бері менде қазір жүрегімде тыныш, одан кейін күндіз түні осы жұмыс мені жүрегіммен де басыммен де жұмыс жасап жатырмын. Өз ісіңді тапқан кезде ол өте қызық, және адам жаңағыдай екінші рет дүниеге келгендей боласың ғой. Білесіз бе, мен сөзіңізді бөлсем кешірім сұраймын. Не үшін қазір қуанып отырмын? Сізде кәдімгідей іскерлік қарым-қатынас, әдемі сөйлеу манері, ойыңызды анық жеткізу, әдемі киіну сияқты бір күшті әдеттер қалыптасқан екен, Бұл енді әйел адамдардың барлығына керек деп айтамын, өйткені үйде отыру, бала бағу ол бөлек. Біз тұлға ретінде әйел болсақ та өзіміздің ісімізді тауып, өз орнымызды қоғамдағы бір, жаңа Абай айтады ғой, Абай атамыз, жаңа бір кірпіш болып сен де дүниеге қалануың керексің деп. Сол сияқты біз әркім өз ісімізді тапқан кезде оның бақытын енді айтып жеткізе алмаймын. Бірақ мен сол бақытымды сізге бару арқылы тез тауып алып, қазір өте жаңағыдай артыма қарасам қорқамда, қалай осыған жеттім мен баламен жүріп деп. Бірақ шүкір, енді қазір өміріме ешқандай менде бір қиындық не жоқ. Жеттім әйтеуір, осы бір адамдарға көмектесе алатын болдым, менің қолымнан келеді екен деп. Миссиямды таптым. Миссиямды таптым. Ал дәл өзіңіз сияқты қыз-келіншектерге не айтасыз? Өзім сияқты қыз-келіншектерге айтам, жаңағыдай тек қана сабақ оқып, ананы оқып, мынаны оқып отыра бергеннен көрі әрекет. Менің көзім жеткен нәрсе ол әрекет жасау керек. Мен Еңлік ханымға бардым, барған кезде мен үйде отырып қалған осыншама жыл дипломым бар, бірақ та мен жұмыс жасай алмадым деп барғам. Ал барып бұл кісінің жетекшілігімен осындай орталықтың
негізін қалаушы болып отырмын. Сондықтан әрекет болатын болса, барлық адам мақсатына жете алады. Егер сіз әрекет жасамасаңыз, қанша арман болсын, қанша мақсат болсын, оған жете алмайсыз. Студенттерге соны айтқым келеді. Жақсы. Енді анық теңізде бұл орталық тіпті болғанда жоқ қой, 0 теңгемен бастадық. Қазір бұл нүктеңіздегі табысыңыз өзіңізді қанағаттандыра ма? Енді бір соншалықты қырып жойып ақша тауып жатырмын деп айта алмаймын, бірақ та өзіміздің рызығымыз өзім Алла тағаланың өз несімен келіп жатыр. Несібеміз басталды, ақшаның потогы дейсіз ғой. Ақшаның потогы басталды. Адамдар бірінен бір естіп те келіп жатыр, біздің жарнамамызбен де келіп жатыр. Қиналған адамдардың қиындығын шешу ол біздің қазір ең басты мақсатымыз. Ал ақша ол келеді, әлі де келеді деп ойлаймын. Өйткені жұмыс, еңбектің Алла тағала барлығы жемісін береді ғой. Иә. Алтын ханым да маған келген кезде айтатын, ой, психологтар қаптап кетті, мен шыға аламын ба, мені тыңдай ма, орталығыма адам келе ма деген уайым болатын. Бірақ мен осы тұста айтқым келеді, кез келген нишаны кәсіпкер мықты деңгейге шығара алады, егер білімі болса, оның маркетингі дұрыс болса, дұрыс техникаларды қолданса, және мен сияқты ұстазы болса, тез жетеді, А нүктесінен Б нүктесіне дейін. Жақсы, Алтын ханым, өте қуаныштымын, сізге сәттілік тілеймін, осы орталығыңыз гүлдене берсін, психологиялық тараптан білімін арттыратын, ішкі жан дүниесіне көңіл бөлетін, самооценкасымен жұмыс жасайтын ханымдардың саны көп болсын. Орталығыңызға береке тілеймін, ақшаларыңызда ортаймасын ешқашан. Әмин, рахмет. Ең ханым, сіз де әрқашан еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Енді осындай қазақтың қызы, қаршадай қыз, бұрын қазір бір заман алмасып кеткен сияқты маған. Бұрын жастар отыратында үлкен адамдар сабақ өтетін. Қазір керісінше үлкен адамдар көбінде сіздің неңізден де байқаймын, кәдімгі үлкен адамдар отыра сабақ тыңдап жатады, ал сіз сабақ өтіп жатасыз. Сол сияқты жаңағыдай осы еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Біздің әсіресе қазақтың қыз келіншектеріне сіздің пайдаңыз тие берсін. Иә, рахмет сізге де.